Біз бүгін сіздермен сотка арқылы Quizzes программасында тест құрастыруды үйренетін боламыз. Ол үшін Google-ға кіреміз. Google-ға кіргеннен кейін поисковойда мына жерде жаңағы Quizzes дегенді жазамыз. Осы ашылған бетке ең бірінші сайтқа кіреміз. Бірақ кірмес бұрын мына жерде оң жоғарғы жағында Google аккаунтымыз ашық тұру керек біздің. Содан барып жаңағы сайтымызға кіреміз. Сайтқа кіргеннен кейін мына жақта оң жағында 3 сызықты басамыз. Осындай ағылшынша бет ашылады. Мына 3 сызықты басып жаңағы немізге кіріп аламыз Google аккаунт арқылы. Sign up дегенге кіреміз. Енді бұл жерде сіздер егер Quizzes ортасында бар болсаңыздар, онда жаңағы продолжить Google деп кіре бересіздер. Болмаса аккаунттарыңыз бар болса авторизоваться деп логин парольді жазып кіресіздер. Мен қазір сіздерге мінекей продолжить Google аккаунта деп көрсетейін. Осы жерден мысалы өзімнің аккаунтымды таңдап алып кірдім. Мына астыңғы жағында егер сіздерде тілдің несі орнатылған болса, онда жаңағы бетті қай тілге ауыстырамыз деген жаңағындай несі шығады. Менде орысша автоматически шығады, аударылады тілі. Сіздерде ондай болмаса, мына жердегі 3 нүктені басып, перевести деген болады. Сол кнопканы басу керек болады. Осылай орыс тіліне аударылады бетіміз. Енді осы жерден қандай жаңағы пәнге өздеріңізге дайын, егер викторина ойын тест жүктеп аламын десеңіздер, осы жерде бүкіл пәннен дайын викториналар бар. Егер де жоқ өзім құрастырамын десеңіздер, онда да оны жасауға болады. Егер дайынын алатын болсаңыздар, мінекей мысалы компьютеры. Мына жаққа тақырыбын таңдап аласыздар. Части компьютера дейік. Міне қаншама бізде найдены результаты 13 мыңнан астам викториналарды шығарып берді. Кез келген мысалы біреуін алып, компьютері дейік. Кез келген біреуін алып, өздеріңізге жүктеп алуға болады мінекей. Копировать и редактировать дегенді бассаңыздар, жаңағы өздеріңіздің өзгертулеріңізді енгізуге болады. Жоқ, әлде болмаса жаңағындай осыны алып, жаңағы балаларға жіберуге болады. Мына жақта сұрақтары, дұрыс жауаптары, осындайдың барлығын қазір біз өзіміз жасауды үйренетін боламыз соткадан. Енді назад дейік, біреудің жұмысына керек емес, және создать свою деп жазайық. Мына сіздерде жоғарғы жағында мына жерде жазылып тұр: выберите идеальный тест или создайте свой собственный дейді. Создавать дегенді басамыз. Осы жерде сіздерге осындай жаңағындай нұсқаулықтар береді. Оценка дейді. Яғни мына жерде большой выбор, соответствие, перетащите дейді. Мына жерде мынандай молния сызығы жоқтары, ол жаңағы стандартты тегін берілетіндер. Ал мына молния барлары, бұл сіздерге сатып алу керексіздер. Оны супер вопрос құрайтын жаңағы обновлениясы бар. Болмаса жаңағындай мінекей бесплатно көруге болады екен какой-то бір уақыт. Енді осы жерде қазір большой выбор дегенмен жұмыс жасап көрейік. Мына молнияларды бесплатно егерде тіркеліп, жүктеп өзіңізге алсаңыз болады екен. Біз қазір осы стандартты түрмен жұмыс істеп көрейік. Мына жерде оценка дейді, большой выбор, мышление высшего порядка дегенде рисовать және открытый, сосын опрос дегенді жасауға болады екен. Бізге тест жүзіндегі қолданатын болсақ, онда большой выбор дегені керек. Осыны басайық. Осыны басқаннан кейін мына жерде введите ваш запрос деп тұрады. Бұл жаққа сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоясыздар. Болмаса мынандай Word-та ашып қойып, копировать, вставить жасауға болады. Әйтпесе өздеріңіз осылай тересіздер. Мысалы мен жай ғана сұрақтар қояйын. Бір жылда
неше ай бар дейік. Осындай сұрақ қоятын болсақ, сосын мына жаққа вариант ответі бересіз. Мысалы 12, мына жаққа 11 дейік дегендей, мына жаққа мысалы 1 жыл деген сияқты берейік. Так, 1 жыл десек, онда 2 дұрыс жауап болып кетеді, е? 1 жылда неше ай бар деп тұрып қой. Так, мысалы, допустим, 13 дейік мына жаққа. Мына жерде 10 дейік. И дұрыс жауабын, енді мен жай ғана сұрақ қойып жатырмын. Мына жерде дұрыс жауабын белгілеп өтесіздер. Мысалы, 12 деген дұрыс жауап сіздерде. Енді осы жерде тағы да сурет қосуға болады. Жаңағы сұрақтарыңызға байланысты суретті қосып, астына жауап жазуға болады. Тағы да сұрақтарыңыздың орнына сурет қоюға болады. Сосын добавить вариант дейді мінеке. Егерде 4 нұсқа жетпесе, тағы да қосуға болады. Мына жерде мінеке 12 деген дұрыс жауап. Осы жерде сіздер дұрыс жауап болмаса сурет қоюға болады, немесе өшіруге болады бұны. Мына жерде мінеке осыны басқан кезінде жоғарыда сіздерде шығып тұр более одного правильного ответа деп. Яғни, егер 2 дұрыс жауап болса, сіздер осы жолаққа жасылды қосасыздар. Сонда сіздерде мынау бір тестта 2 дұрыс жауап болу керек. Тағы да белгіле деп көрсетіп тұр мұны. Егер бірақ жауап дұрыс болса, онда бұл жолақты сөндіріп қоясыздар. Так, жақсы, сделаны дейміз. Болды. Бір сұрағыңыз сіздің дайын болды мінеке. 1 жылда неше ай бар. Тағы да новый вопрос деп қосасыздар. Большой выбор. Большой выбор. Мына жаққа мысалы жыл күздің айлары дейік. Күз мезгілінің айлары. Күз мезгілінің айлары. Так, мына жаққа жазайық. Мысалы, ақпан, қараша, желтоқсан дейік. Мына жаққа жазайық. Күздікі негізі бізде қыркүйек, қазан, қараша. Осы бізде дұрыс жауап болады. И мына жаққа жазайық, мысалы, тамыз, шілде, қазан дейік. Ал мына жаққа жазайық, мысалы, ақпан, қаңтар, наурыз дейік. Дұрыс жауабымызға галочка қоямыз міндетті түрде. Так, бір дұрыс жауап, сосын сделаны дейміз. Осы 2 сұрақпен мен сіздерге пока мысал ретінде көрсетейін мінеке. Шықты 2-ші сұрағымызда. Енді осы жерде біз қазір бұны оқушыларға беретін боламыз. Ол үшін мінеке сохранить деген батырманы басамыз. Енді бұл неге сұрақ қоямыз. Сұрақ дегенде жалпы тақырып қоямыз. Жыл мезгілі деп айтайық. Жыл мезгілі деген. Мына жаққа міндетті түрде бір сурет қою керек обложкаға. Ол үшін жаңағындай біз добавить обложку дегенді басамыз. Компьютердағы суреттен де қоюға болады. Так. Ол үшін загрузитті басамыз. Загрузиттен кейін мына жерде кез келген бір мысалы мен суретті ала салайын, енді өзімде тұрған. Күйзесті ала салайық. Готово дейік. Ол бізге осылай суретті қойды. Жыл мезгілі тақырыбын жаздық. Бұл міндетті түрде, бұның барлығын жасамасаңыздар, тест сіздерде сақталынбайды. Компьютер істеп тұр, оценка 10 дейді. Бұл жерде біз
мысалы 5 деп көрсетсек те жеткілікті. Так, ағылшын тілі емес, біз қазақ тілін таңдап қоя салайық бұл жерге. Қазақ деп тұр. Сделанный дейік. Публичный, видимый всем дегенді таңдаймыз. Егер де жаңағындай молнияңыз болса, тек қана белгілі бір адамға жіберуге болатын тест құрауға болады. Енді мінекей сіздерде 2 сұрақтан тұратын тестіңіз дайын болды. Енді бұны назначить дегені бар және живая викторина дегені бар. Осы жерде назначитті басатын болсаңыздар, установите время начальный и крайний срок дейді. Осы мінекей изменить крайний срок дегенді басу арқылы жаңағы уақытты белгілеп алуға болады. Мысалы, қай уақытқа қоясыз, календардан таңдап алып, мысалы февральдың аяғына, жоқ, бұл бізде молниямен таңдалынады. Онда осы бүгінгі күнге назначить етеміз. Бірақ бүгін істелінген тестті бүгін тапсыру керек болады ондайда. Осы жерде мінекей поделиться деген жерде ссылкасы тұр. Ссылкасын көшіріп аламыз. Және WhatsApp-қа жібересіз бі, қай жерге жібересіз, соны сотка арқылы жіберуге болады. Және мына жерде ссылканы басып, өзіңізге жүктеп алып, мінекей ссылкасы жүктелінді, жүктелген ссылканы кез келген жаңағы неге жіберуге болады. Сосын кейбір жерлерде, мысалы, ссылкаға кіргеннен кейін код сұрауы мүмкін. Код сіздерде мінекей мына жерде көрсетіліп тұр. Жақсы. Квизис ортасында осылай тесті құрып үйренейік. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жаза кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.